Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Бүгін сіздерге өте қарапайым бәліштің ерекше рецептісін ұсынатын боламын. Өте тез дайындалады және де қажетті ингредиенттердің барлығы үй жағдайында табылады. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет. Осы 3 жұмыртқамызды жақсылап тұрып араластырамыз. Оған қантымызды қосып, тағы да араластырамыз. Енді бізге керегі маргарин немесе сары майды қолдансаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, кукуруз крахмалын қосамыз. Және какао ұнтағы, және де қопсытқыш ванильді қант қалауынша қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан қосып араластырамыз. Байқасаңыздар, тестамыз сондай қоңырқай түсті болып тұр. Бұл дегеніміз какаоны көп қоспаймыз. Бір чайны қасық қана қосамыз. Сол кезде осындай қоңырқай сникерс түсті болып тұрады. Міне, осы жерде осындай масса болу қажет. Сұйық болмау керек, кішкене осындай қою болу керек. Енді осы массамызды формамызға құямыз. Алдын ала пергамент қағазын төсеген болатынмын. Мен бетіне малиновый варенье қосатын боламын. Сіздерде егер де басқа да варенье болса, қоссаңыздар болады. Мысалға, сливовый немесе джем қоссаңыздар болады. Енді бізге керегі орех. Мен грек орехмен арахисті алдым. Осы орехпен керемет дәмді шығады. Енді алдын ала қызып тұрған пешке 180-190 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Бәлішіміз пісті, жақсы көтерілді. Енді дәміне келетін болсам, оны айтып жеткізу мүмкін емес сіздерге. Сол себепті сіздерге жасауға кеңес беремін. Дәмі сондай нәзік, көріп тұрғандарыңыздай, және де кішкене песочный тестаға да келеді. Үгілмелі болып тұрады. Өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айша тағам арнасы. Мен каналыма тіркеліп, алдағы уақытта оңай әрі ерекше рецепттерді күтіңіздер.